Қайырлы күн достар, бүгін біз вулкан пирогын жасайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Үйде бар заттармен дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа керек, және де 5-6 қасық қант салып, осылай әдемілеп араластырып алатын боламыз. Және де бетіне 500 грамм сүт құямыз, және оның бетіне крахмал қосатын боламыз. Осы бір пачкасы менде аз болып қалды, 1,5 пачка қосасыздар, және осыны әдемілеп осылай араластырып отқа қойып аламыз. Ол қатты сұйық болмау керек. Сосын бетіне май салатын боламыз. Мына жерде мен ол видеомды өкінішке орай ұмытып кетіппін. Сосын маған подписаться етуді ұмытып кетпейміз. Және 4 жұмыртқаны осылай саламыз да бетіне 5-6 қасық қантымызды тағы да салатын боламыз. Егер тәттілеу болсын десеңіздер, көптеу қант қоссаңыздар болады. Осылай әдемілеп араластырамыз. Және бетіне бір кесе, болмаса жарты кесе қылып шымшық май құямыз, және бір кесе сүт құямыз. Осылай араластырып тұрып құямыз, және де сосын сапар кесеге ұн салып аламыз. Бетіне 2 қасық какао саламыз. Бетіне разрыхитель және де ванилин салып әдемілеп араластырып аламыз. Ұнымызды мүмкіндігінше аздау салсаңыздар, аздау салып араластырып алған дұрыс. Және де қатты сұйық қылмай осылай араластырып аламыз. Қоюлау болу керек. Сосын оны осылай формочкамызге саламыз да, ортасын ашып, бетіне бағанағы дайын болған кремімізді құямыз. 180 градуста 40 минут, және де егер пеш жақсы болса 30 минутта да піседі. Осылай біздің вулкан пирогымыз дайын болды. Бетін әдемілеп сәндесеңіздер де болады. Мен шамалы сгущенкамен бетіне жаңғақты сеуіп қойдым. Ас болсын. Сау болыңыздар.